Жұмыс істемейтін адамдарды асырауға міндетті емеспіз дейді. Есеп бастарда бұлар. Негізі осы есепке басы қатты жұмыс жасайтын адамдарды есеп бас деп айтады негізі. Есеп бас кімді асырап жатыр екен? 35 жылдан бері ұры-қары өкіметті халық емес асырап келе жатқан. Қандай халықты асырап жатсыздар сіздер? Өкіметті отырып алып жекеменшік жасап алдыңдар ма? Халыққа қызметшісіңдер сендер. Өздерінше жаңа біз асырауға міндетті емеспіз. Өкіметті жекеменшік қылып алдыңдар ма? Халық емес асырап келе жатқан. Штраф десе штрафын төлеп жатырмыз. Қайт етсе штраф қазір. Налог десе налогын төлеп жатырмыз. НДС тағы бір төлеп жатырмыз бәрін. 300 мың айлық алсақ, оның 100 мыңын жаңағы пенсионный, подоходный, социальный тағы бір оған беріп жатырмыз. Кім-кімді асырап жатыр екен? Халықты асырап тегін үй беріп жатсыңдар ма? Жұмыспен қамтып жатсыңдар ма? Ай-май шотымызға ақша салып жатсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар асырап? Біз емес пе сіздерді асырап жатқан? Кетіңдер орындарыңнан. Ағайындар бәрін қолдарында телефон. Бектановтың осы сөзі үшін бойкот кетсін орнынан.